Мағрипа ақылынан адасты. Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Ауылда жерде жасы 10-нан асқан балалар жазғы демалыс айларында үйлерінде отырмайтын. Шөп шабу науқаны басталмай жатып ақ, бригадир Заманбек ағамыз үйді аралап, жұмысқа шарамды балаларды түгендей бастайтын. Сен шөмелі салуға барасың, сен тырнаушыға отырасың, шөп машинаға погонщик боласың дегендей, жас ерекшеліктерімізге қарай кімнің немен айналысатын күні бұрын айтып та қоятын. Отан соғысының арғы бергі жағында өмірге келген қыр балаларының көрген күндері міне осы болатын. Тамыз айының орта тұсында қырықбай аталатын соңғы тілімге көшіп келдік. Енді бір 10-15 күннен кейін болмасын жұмыстан босап мектепке баратынымыз көңілімізге медеу. Соңғы 2 күн бойы толассыз жауған жауын бұлақ басындағы жылдағы қонысымызды көлкітіп жібереді. Қосымызды күнге беттегі төбенің етегінде құрғақтау жерге тіктік. Әдеттегідей қыздарға бөлек қос құрып бердік. Олардың түннің бір уағына дейін қос ішінде әндетіп жатты. Күндізгі көші-қон әлегімен жүріп, ұлдар әбден шаршасақ керек, ән тыңдап жатып, тез ұйықтап кетіппіз. Бір заматта оқыстан шыққан қыз баланың төбе құйқаны шымырлатқан даусынан оянып кеттік. Далаға атып шықсақ, қыздар бірін-бірі құшақтап сыртта тұр. Тіл қатуға дәрмендері жоқ, қолдарын қос ішіне қарай сермей береді. Осы сәтте, ойбай, кірсеңдерші біреулерің деген аспаз тәтеміз Ханифаның жан даусы шықты. Бір-екі азамат қалбалақтай ішке кіріп кетті. Сырттағылар қыздардан не болғанын сұрап жатырмыз. Мағрипаның аяқ астынан сықылықтап күлгенінен оянып кеттік. Одан кейін шыңғыра үсті басын жұлмалай бастады. Дегеннен басқа үрейлері ұшқан құрбылары жартып ештеңе айта алмады. Сол түнді ұйқысыз өткіздік. Таң қылаң бере 2-3 бас көтерер үлкендеріміз Мағрипаны киізге орап, арбамен ауылға алып кетті. Оның бет-жүзіне қараудың өзі қорқынышты еді. Шабындық басынан түскі асқа келсек, қоста ауылымыздың ең үлкені Қасымбек ақсақал отыр. Бірер жыл бұрын арғы беттен келген оның молдалығы бар тұғын. Дастархан басында бір аят Құран оқығаннан кейін, жылдағы орындарыңнан неге жылжығансыңдар? Мына қос тіккен жерлерің көне қорымның орны сияқты, деп бәрімізді сыртқа алып шықты. Ақсақал қалың шалғынды қолымен ысыра жүріп, әр жерде болар болмас томпиып жатқан үйіндінің асты қабір болу ықтимал деген болжам айтты. Әруақтардың мазасын алғансыңдар. Улап-шулап әруақ атты деген осы болады. Бұл жерден дереу көшіңдер аулаққа деп әмір берді. Мағрипа бізден ересектеу, бой түзеп қалған қыз болатын. Қолаң шашты, қара торының әдемісі еді. Түндер шырқап ән бастағанда сол болатын. Осы түнгі оқиғадан кейін мен оны қайта көрмедім. Дегенмен Мағрипа қыздың кейін ел қатарына қосылғанын, тұрмысқа шығып балалы шағалы болғанын еміз-еміз естіп жүрдік. Шешемнің айтуынша, дәрігерлер ұзақ уақыт емдегенмен, олардың ем-домы қонбапты. Содан емші ме, бақсы балгер ме, әйтеуір біреу сырқатынан ада күде айықтырған көрінеді. Құрметті оқырман,
Тыңдағандарыңызға мың алғыс. Ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Өзге де әңгімелерді каналымнан таба аласыздар. Алдын ала рахмет.